Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен барлығымыз ұнатып жақсы көретін лечо салатын жабатын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы, аскөк және сарымсақ қажет болады. Ең алдымен болгар бұрыштарымызды жуып, ішін тазалаймыз. Болгар бұрышымызды тазалап болған соң, мен видеодағыдай кіші бөліктерге бөліп турадым. Әркім өз қалауынша тураса болады. Кейбірлері домалақ қылып турағанды ұнатады, кейбірлері ірі қылып турағанды ұнатады. Ал мен видеодағыдай осылай кішірек қылып турадым. Енді қызанақтарымызды жуып тазалап, ет тартқыштан өткізу үшін кіші бөліктерге бөліп шығамыз. Қызанақтарымыз дайын болды. Енді осы қызанақтарды арнайы ет тартқыштан өткізіп, согын бөлек шығарып аламыз. Егер де сіздерге қызанақтың согын бөлек сүзбей, толық өткізген қоймалжың түрі ұнаса, олай да жасасаңыздар болады. Біздің салатымыздың бір порциясына 1 литр сок болса жеткілікті. Енді сарымсақтарымызды майда бөліктерге бөліп тураймыз. Аскөк, яғни укропымызды да осылай видеодағыдай турап шығамыз. Қызанақтың согын ыдысымызға құйдық. Жай отқа қойып, енді болгар бұрыштарын саламыз. 1 литр қызанақ согына 2,5 келі туралған болгар бұрышын салдық. Қақпағын жауып, жай отқа қайнағанша қойып қоямыз. Салатымыз қайнап шықты. Салатымыз 30 минут қайнап шықты. Енді дәміне қарай 1 ас қасық тұз және 1 ас қасық қант қосамыз. Туралған сарымсағымызды да қостық. Және аскөгімізді де қосып шықтық. Енді 1 стақан сұйық май қосып, салатымызды араластырамыз. Ең соңында 7% сірке қышқылынан 2 ас қасық қосамыз және салатымызды тағы да 5-7 минут қайнатып аламыз. Біздің лечо салатымыз дайын, енді банкаларға құйып шығамыз. Салатымыз дайын болды, дәмі өте керемет шықты. 1 порция салаттан 1 литрліктен 4 банка шықты. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға жазылып, комментарий қалдырыңыздар.